Ақ қараны ажырата бастағаннан бастап, баланы үлкендер отыратын салиқалы жиынға қатыстырыңыз. Естияр баланы қонақ келгенде бірге отырғызу, оның зерек болып өсуі мен тез жетілу жолында мол мүмкіндік болып табылады. Баланы ешқашан біреудің көзінше сөкпеңіз, оған тәрбиені оңашада сіңіріңіз. Сонда бала жасқаншақ, жалтақ болмайды. Балаңызбен кейде ақылдасыңыз, кеңес сұрап тұрыңыз, қатесін түзетіңіз. Бұл оның ойлау жүйесін дамытып, өзіне деген сенімін оятады. Балаңызбен сырласып, оған құпияңызды сеніп тапсырыңыз. Бұл оның сырға беріктігі мен аманатшыл қасиетін қалыптастырады. Балаға уәде берсеңіз, оны міндетті түрде орындаңыз. Олай болмаған жағдайда бала сертінде тұрмайтын өтірікші болып өседі. Балаға шамасы жететін, әрі сол үшін жауап беретін маңызды іс тапсыруды әдетке айналдырыңыз. Үнемі істің нәтижесін сұрауды ұмытпаңыз. Бұл оны жасайтын еңбекқорлыққа, жауапкершілікке баулиды. Баланы қонақтардың алдында сөйлетіп, ойын еркін жеткізуге үйретіңіз. Бұл оның сөзге шебер, көпшілік ортамен тез тіл табысатын болып өсуіне себеп болады. Тәрбиенің негізі баланың кімді үлгі тұтатынына байланысты, өйткені оның бойындағы барлық қылықтар еліктеу арқылы қалыптасады. Сондықтан балаға бабаларының нағыз ерліктеріне, әрі адамзаттың идеалы болған пайғамбарымыздың ізгі қасиеттерін жиі әңгімелеп отырыңыз. Баланың атқа мінуге, жүзуге, садақ атуға, күресуге бейімдеңіз. Оның батыр әрі ширақ болып өсуіне себепкер болады.